Тағы да бір ханымның маған анонимді түрде жазылған ситуациясына байланысты талдау. Естеріңізде ме, жақын күндері мен тікелей эфир өткізген кезде мына картинамен жұмыс жасаған едік. Бұл картина наурыз айына сіздерге неге мән беру керек екен, не істеу керек екен сұрағына жауап еді. Бірақ ол ханым маған жекеге дайрекке жаза отыра кішкене осы картинаны ашыпты. Неге олай екенін тағы да бір дұрыстап көрсете қояйын. Осы туралы ол ханым менен көмек сұрады. Сонда проблема менде не деді? Ол кісінің көріп тұрғаны бұл жерде мен жалғыздаймын. Мына ортада тұрған мен дейді. Мен жалғызбын. Мен ғана қорқып тұрмын, қалғандардың бәрі қорқып тұрған жоқ. Және жоғарғы жақтан маған қауіп төніп тұр. Бірақ мына жер жарық болғандықтан тек осы жерде ғана тұру мүмкіндігі бар. Мен қозғалмай тұрмын деген сипатқа келіп тұр. Және тек жоғарыға шығу арқылы мүмкіндік бар шығуға. Бірақ ол жақ мен үшін қауіпті. Осылай дей отыра мына картаны сипаттады. Және кішкене аша отыра дәл қазіргі таңда жаңа бизнес ашып сол жайында. Бірақ дейді, мен қорықпаймын дейді, бизнесімнің жүрмей қалмауы. Сондықтан ол ханымның ойы, мен жалғыз қалудан қорқамын дейді, туысқандарымнан, таныстарымнан, толықтай өзімнің ортамнан жалғыз қалудан қорқамын деген басты себебі пайда болды осы картина арқылы. Сол ханымға осы видео арқылы рекомендация беремін дедім. Және басқа да осы қазір видеоны көріп отырған ханымдарға да ойланатын дүние болсын. Нақты осы картинаны өздеріңізде сипаттап көрсеңіздер болады. Бұл картина сіздерге нені білдіретін? Ол кісінің айтылған сипаттамасын ойларыңыздан алып тастай отыра әрине. Не айтамын? Біріншіден, бұның қорқынышы, жалғыз қалудан қорқынышының көп деген түрі бар. Оны саралай келсек өте көп. Нақты әр адамның ситуациясына байланысты. Оны біз тек түсінеміз. Қай уақытта нақты мен ол кісімен жеке кеңесте сөйлескен кезде, жеке кеңесімді ұсына отыра бір-бірімізбен кездескен сәтте ғана мен түсіне аламын. Ол ханымның, осы маған жазған ханымның проблемасы не екен? Бір-екі үшеуін айта кетейін. Нақты біреуін айтсам да болатын шығар. Ол кішкентай кезден бері ол ханымды отбасының толық қабылдамауы. Мүмкін анасы осы ханымды босанар кезде қаламаған шығар. Оның түп сана тұрғысында, бейсана тұрғысында ақпарат бар шығар. Мына жатырға түскен сәттен бастап мен сені қаламаған едім. Бірақ енді босандым, не істеймін, балалы болдым. Немесе сол сөзді кішкентай кезінен бері айтуы мүмкін, жай ғана ортада отырып. Ай, сен ойланбаған уақытта келдің ғой, байқамай қалған кезде келдің ғой деген сияқты. Бірақ ол кісілер жақсы ниетпен айтуы мүмкін. Бірақ оның екінші жағы да бар. Бейсана тұрғыда бізде ақпарат келеді. Мен қабылданған жоқпын осы отбасыда. Сондықтан бұл отбасыда бұл кісінің өзін жалғызсырау мүмкіндігі бар. Әсіресе осыған сәттерде мен қорқамын дейді, жалғыз қаламын ба деп. Бұл бірде-бір себеп болуы мүмкін. Сондықтан тағы айтамын, бұл ханымның жеке жұмыс жасай отыра түбін табуға болады. Қайдан келе жатқан бұл мәселе екен. Және бұның шешімін табуға болады. Ал әзірше беретін рекомендация. Енді дәл қазір мүмкіндігі жоқ болса, менің жеке кеңесім немесе басқа бір психологтың, онда осы картадан ресурс ала білу. Ол дегеніміз не? Дәл қазіргі сол ойлаған ойларыңыздың барлығын керісінше ойлап көріңізші осы картадан. Мүмкін қасыңыздағы адамдардың барлығы дәл қазір сізге қолдау көрсетіп жатқан шығар. Сіздің екі қолыңыздан ұстай тұра, дәл қазіргі сәтте бастап жатқан бизнесіңізде мына қобалжу состояниесі дейді ғой, сәтін түсіруге сізге өте бір мықты күш беріп жатқан шығар. Ал сіз оны байқамай тұрған шығарсыз. Байқап көріңізші, жан жағыңызда қазір осы бизнесті ашқалы бері менің өмірімде не болып жатыр деген сұраққа жауап алып көріңізші. Және де мына ағаш нені білдіреді? Оның тамыры жерге қарай жатыр. Ол жоғары қарай өсіп бара жатқан ағаш. Ол дегеніміз, ол біздің үрім-бұтағымыз, біздің тегіміз, қайдан шыққан, біздің қайдан келе жатқан.
ол жерде өте күш бар. Мынау жеті атамыздан келе жатқан керемет бізге берілетін күш бар. Сол күшті қабылдап көріңіз. Мен әрдайым менің ата тегіммен, мен осы отбасының бір мүшесімін. Мен арғарай жалғастырумын. Менен арғарай ұрпақ жалғасады. Дей отыра өзіңізге бар екеніңізді, осы отбасылық системаның бір бөлігі екеніңізді қабылдаңыз. Өзіңізге мойындаңыз. Я, мен мына жеті атамның әрғарай келе жатқан жалғасымын. Я, осы қазіргі алып жүрген тегіңіздің өзі қандай сіз үшін өте мәртебе. Дедомдағы бала емессіз ғой, былай айтқанда, я. Оның да тегі бар, оның да ұрпағы бар, оның да арғай жалғасар мүмкіндігі бар. Сондықтан дәл қазіргі сәтте осы бар мүмкіндікті қолдана отыра керемет күш ретінде арғарай өзіңізге, жаңа жасаған ісіңізге күш ала отыра мотивация ретінде қолданып көріңіз. Сізге сәттілік тілеймін. Ал сіздерден осы видеома лайкпен, егер сіздердің бөлісетін ойларыңыз болса, комментарий күтемін. Рахмет.